Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Менің АК-79 каналыма қош келдіңіздер. Қазақтың қай руын алсақ та, әр қайсысында айбынды батырлар толып жатқаны белгілі. Қазақ тарихындағы ең қилы кездерде міне осы батырлар елді соңына ертіп, жол баяндап, қорған болғанның арқасында бүгін біз кең байтақ жерге иелік етіп отырғанымызды білуіміз қажет. Қазаққа осы кең байтақ жер аспаннан салбырап түскен жоқ, және де қазаққа ел мен жерін ешкім сыйлыққа да тартпаған. Бабаларымыз ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен, қызыл тілдің әділдігімен осы жерді бізге аманат етіп қалдырған. Сондықтан да осы ел мен жерді, тіл мен дінді аялап, келесі ұрпаққа мұраға тастау қазіргі қазақтардың басты мақсаты. Бүгінгі менің бейнеролигім осындай асқарлы қазақ батырларының бірі, есімінен жау шошыған керемет қолбасшы, қазақ даласындағы ең көне рулардың бірі болып саналатын Қаңлыдан шыққан Сарыбұқа батырға арналады. Өкінішке орай бүгін біз осы Қаңлы Сарыбұқа батыр туралы аз естіп, керекті деңгейде мадақтап жатпағанымыз білінеді. Бірақ Қаңлы Сарыбұқа батыр өз кезінде осы қазақ даласын аман алып қалғандардың бір екендігін әрине ұмытпауымыз қажет. Сонымен Қаңлы Сарыбұқа батыр деген кім? Қаңлы Сарыбұқа мөлшермен 1602 жылы дүниеге келіп, заманына қарай ерте ер жетіп, ел мен жер үшін атқа 14-15 жасында қонған деген ауыз деректері бар. Батыр да Қайсар Сарыбұқаның аты жалпы қазаққа мөлшермен 1622 жылы тарайды. Сол жылы Тобыл өзені бойында қалмақтармен үлкен соғыс болды. Сонда қазақ әскерін басқарып тұрған еңсегей бойлы ер Есім ханға жасы 20-дан енді ғана асқан Сарыбұқа келіп, дәстүрлі жекпе-жекке қазақтың атынан шығуды сұрайды. Өзі асқан батыр болған Есім хан алғашында Сарыбұқаға сенімсіздікпен қарайды. Бірақ жас жігіттің жалындап тұрған жанары ақырында ханды көндіріп, Есім хан Сарыбұқаға рұқсатын берді. Қазақ пен жоңғар әскерлері кездескенде бірінші болып, жоңғардың атақты батыры, осыған дейін жеңілістің дәмін сезіп көрмеген Ақай Доржы шығады. Жекпе-жек деп ұран сұрған оның айқайына сол кезде көк айғырына мінген Сарыбұқа ытқып шығып ұрысты бастайды. Жасы 40-тан асқан Ақай Доржы өзінен кемінде 2 есе кіші Сарыбұқаны назарына да ілмей, менсінбей күледі. Бірақ көп ұзамай, биені бір сауатын уақыттың ақ ішінде Сарыбұқа жаңа ғана айдаһардай арқырап тұрған Ақай Доржының басын қанжығасына байлап, Есім ханның алдына келіп тастайды. Міне Сарыбұқаның қайратты мен найзагерлік даңқы сол кезде шығып, қазаққа ол енді Қаңлы Сарыбұқа батыр деген атпен белгілі болады. Тағы да бір айта кететін жай, тура осы шайқаста жас Сарыбұқа өзі секілді басқа да жас батырлармен танысып, достасып кетеді. Ол жас батырлар болашақта қазақтың керемет сардарларына айналған Шапырашты Қарасай, Найман Көксерек, Арғын Ағынтай, Суан Елсендет. Әсіресе Сарыбұқаның Қарасаймен достығы өте жақын болып, халық аузында Сарыбұқаның Қарасай батыр ағамды, асырып жүрген бағамды деген сөздері сақталып қалған екен. Шайқастан кейін өмір бойы қазақ даласының айбарлы батырларын қасына топтастыруға тырысқан Есім хан Сарыбұқаны да қасына алып үлкен сенім білдіреді. Және де ханның оған бекерден бекер сенбегендігін Қаңлы Сарыбұқа батыр тез ақ дәлелдейді. Аздаған уақыттың ішінде Қаңлы Сарыбұқа батыр 100 басыдан бастап түмен басы, яғни 10.000 сарбазды басқарушы дәрежесіне дейін көтеріледі. Енді Есім хан Қаңлы Сарыбұқа батырды Қаңлы мен Шаңышқылы руларының қолына басшылыққа тағайындап, қасынан тастамайтын бас батырларының біріне айналдырады. Қаңлы Сарыбұқа батырдың айтарлықтай тағы да бір үлкен ерлік көрсеткен жері 1627 жылы Каспий теңізінің батыс жағалауында қалмақтармен болған үлкен соғыс. 83 күнге созылған бұл шайқаста қазақтар қалмақтарды жамсатып салды. Негізінен бұл соғысқа Есім ханның өзі бірақ қатыспады. Бірақ ханның бұйрығымен 20.000 әскер қалмаққа қарсы аттандырылып, әскерге қолбасшы болып Шапырашты Қарасай, Арғын Ағынтай, Найман Көксерек, Қоңырат Алатау, Қаңлы Сарыбұқа және Тана Жиембет тағайындалды.
қан төгіс майданда қазақтың менмін деген батырлары қалмақтың ең мықты бақадырларымен бақ сынасып, қатарынан бірнеше жекпе-жек өткізгені туралы ел аузында әлі күнге дейін бірнеше аңыз әңгімелер сақталған. Мысалы, Қоңырат Алатау батыр мен Шапырашты Қарасай батыр қатарынан 9 күн жекпе-жекке шықса, Ағынтай батыр майдан алаңында 7 күн, Көксерек батыр 6 күн тұрса, Қаңлы Сарбұқа батыр осы шайқаста жекпе-жекте 5 күн тұрып, қалмақтың Дамба Доржы, Гуши Ноян сияқты бетке ұстар батырларын найза ұшына түйреген екен. Ақырында қазақтың батырларын жекпе-жекте жеңе алмайтынын түсінген қалмақ кейін жалпы ұрысқа көшеді. Бірақ мұнда да қазақтың әскері бой бермей, ақыры қалмақтар орыс жеріне қарай қашты. Қаңлы Сарбұқа батыр осы шайқаста бір құлағынан айырылып, Түркістанға шұнақ болып қайтқан екен. Түркістанға келген батырға Есім хан қалжыңдап, «Ей Сарбұқа, құлағың қайда?» деп сұрағанда, Сарбұқа батыр, «Құлағымды жайықты жұтпақ болған қалмаққа бердім» деп, кейін бұл сөз мақалға айналып кеткен екен. Сол кездегі жеңістің бір дәлелі ретінде қазақ арасында мынадай жыр үзіндісі де сақталып қалған. Қарасай мен Ағынтай, Көксерек пен Алатау, Жиембет пен Сарбұқа ежелден бәрі дос еді, қалмақтарды жамсатып, көңілдері қош деді. Жалпы Қаңлы Сарбұқа батыр Есім ханның 1622-1628 жылдардағы барлық жорықтарына қатысып, ерлік көрсеткен қазақ батырларының бірі еді. Алайда тура осы кезеңде Қаңлы Сарбұқа батыр қатысудан бас тартқан бірақ жорық болған еді. Ол Есім ханның Ташкент билеушісі қазақтың тағы бір ханы Тұрсынға қарсы ұйымдастырылған жорық еді. Сарбұқаның осы жорыққа бармауы Тұрсын ханның билігіндегі жұрт негізінен Қатаған мен Қаңлылар болатын. Жорықтың аты жорық, кінәлі хан болса да, жазатайым басқа жұрттан найза ұшына ілігуі кәдік. Ал Сарбұқа батыр болса, нақақтан нақақ өз туыстарының қанын төккісі келмесе керек. Және де Есім хан батырдың бұл әрекетіне түсіністік танытып, жорыққа қатысуға мәжбүрлемеді. Бұл деген Сарбұқа батырдың Есім хан алдындағы үлкен бедел құрметке ие болғанның белгісі. Әйтпесе Есім хан ештеңе де білмеймін, жүр десе, батырдың амалы қалмас еді. Есім хан Ташкенді алып Тұрсын ханның басын кескеннен кейін осы қаланы басқаруды Қаңлы Сарбұқа батырға ұсынады. Сол кезде халық жадында сақталған деректерге қарасақ, Қаңлы Сарбұқа батыр: «Алдияр тақсыр, Ташкенге барсам, құлағым қайта өспейді. Батыр атым хан болуға көшпейді. Ташкенге билеуші болғаннан гөрі, жаныңда болып, жауға қарсы күрестің ыстық суығында бірге жүретін батырың болған маған ұнайды» деп жауап қайтарған екен. Сол кезде Есім хан Сарбұқаның тілегін құп алып, Ташкенге жібермей, өзімен бірге Түркістанға алып кетеді. Бұл ауыз әңгіме Қаңлы Сарбұқа батырдың атақ қызмет емес, ең бастысы ел мен жердің тағдырын бірінші орынға қойғанын аңғаруға болады. Шамамен 1625 жылдан бастап Қаңлы Сарбұқа батыр өзінің жолдастары, қазақтың әйгілі батырлары Шапырашты Қарасай және Арғын Ағынтаймен бірге Есім ханның өтініші бойынша тақ мұрагері, болашақта Салқам Жәңгір деген атпен белгілі болатын ханның ортаншы ұлының аталық тәрбиешісі болады. Есім хан 1628 жылы қайтыс болғаннан кейін Қаңлы Сарбұқа батыр Жәңгір сұлтанның ең сенімді серігі ретінде оған таққа талас үшін күресте көмектеседі. Көп жылдық текетірестен кейін 1641 жылы Салқам Жәңгір қазақ тағына отырып, Қаңлы Сарбұқа батыр қазақ хандығының сардары атанады. Енді Қаңлы Сарбұқа батыр Салқам Жәңгір әскерінің басшысы ретінде қалың қазақтың намысын жоңғарлармен соғыста қорғай бастайды. 1643 жылы Ойраттың батыр қонтайшысы бастаған 50 мың адамдық қолы қазақ жеріне басып кіреді. Сол кезде Салқам Жәңгір өзінің ең жақын батырларымен бірге Жетісу жайлауларының бірінде қонақты еді. Қолбасшы! Ерден Қонтайшы батыр бастаған жоңғардың қалың қолы Орбұлаққа жақындады. Қанша,
көп, 50-60 мың. Жау келе жатыр деген хабарды ести салған Салқам Жәңгір қасындағы 600 батырмен ойраттарға қарсы шығуға бой алып, қазақтың ауылдарына дереу қол жинап көмекке келсін деген жаушы жібереді. Сол 600 батырдың ішінде қазақ хандығының сардары Қаңлы Сарбұқа батырда болған. Егер тарихи аналогия іздейтін болсақ, Салқам Жәңгір мен оның 600 батырының әрекеті кезінде Леонид бастаған 300 Спарта сарбазының ерлігімен тепетең деп айтуға болады. Жауға қалай және қай жерде тойтарыс берем деген әскери кеңесте Қаңлы Сарбұқа батыр ата-бабамыздан қалған аран әдісін еске алады. Бұл әдістің мазмұны жер жағдайына қарай ор қазып, жаудың атты әскеріне жол бермеу болатын. Енді осы әдісті Салқам Жәңгір де пайдалануға көшті. Орбұлақ шатқалында дереу орларды қазу жұмыстары ұйымдастырылып, оны осы Қаңлы Сарбұқа батыр басқарды. Кейін Салқам Жәңгір өзінің қол астындағы 600 батырын екі топқа бөледі. Ханның өзімен Шапырашты қарасай бастаған бір топ тұтқиылдан соққы беруге жұмылдырса, орда отырып, жауды алғаш болып қарсы алатын екінші топты Қаңлы Сарбұқа батыр мен Суан Елтінді батыр басқарды. Міне осылай Қаңлы Сарбұқа батыр атақты Орбұлақ шайқасында маңызды рөл атқарып, ол бастаған 300 сарбаз Жалаңтөс Баһадүр 20 мың қолмен көмекке келгенше бірде-бір қалмақты ілгері бастырмады. Орбұлақ жеңісінен кейін Салқам Жәңгір Сарбұқа батыр мен Қожақ биді Жетісудағы қаңлылардың басшысы етіп тағайындап, шығыстан келген жоңғарды алғаш болып қарсы алуды бұйырады. Бұл әрине бір жағынан Салқам Жәңгірдің Қаңлы Сарбұқа батырға деген үлкен сенімін білдіреді. Бірақ екінші жағынан, әрқашан ханның қасында жүрген Қаңлы Сарбұқа батырдың керек кезінде ханның қасынан табылмағаны үлкен трагедияға келіп соғады. Шамамен 1652 жылы солтүстік шығыс Қазақстан жағынан жоңғарлар шабуылдағанда, Салқам Жәңгір азғантай қолмен Жетісудан келе жатқан Қаңлы Сарбұқа батырды күтпей, тағы да жауға қарсы аттанады. Алайда осы жолы тарих екінші рет ханға мүмкіншілік бермейді. Ұрыс алдындағы дәстүрлі жекпе-жекке Салқам Жәңгірдің өзі шығып, жоңғардың жас батыры Галдаманың қолынан қаза табады. Ханның өзінің жекпе-жекке шығуының басты себебі, сол кезде оның қасында болған батырлардың бірде-бірі ханға тоқтау айтып тоқтата алмады. Егер сол кезде Салқам Жәңгірдің қасында Қаңлы Сарбұқа батыр, немесе Шапырашты Қарасай батыр, немесе Найман Көксерек батыр секілді хан алдында беделі бар сардар батыр болғанда, ханды олар жекпе-жекке шығармас еді. Міне осылай Қаңлы Сарбұқа батыр өз жасақтарымен ұрыс орнына келгенше Салқам Жәңгір қайтыс болды. Бірақ та дері кезінде келіп үлгерген Шапырашты Қарасай, Арғын Ағынтай мен Қаңлы Сарбұқа батыр жасақтары жаудың бетін қайтарып, ханның кегін қуды. Салқам Жәңгір өлгеннен кейін Қаңлы Сарбұқа батыр қазақ даласында қайтадан басталған таққа таласта енді ешкімді қолдамай, Жетісу мен оңтүстік Қазақстанда өз билігін жүргізіп, жетімсіреп қалған еліне қорған болады. Батыр жолында жүріп, батыр секілді де қайтыс болды. Кезекті жоңғар шапқыншылығына қарсы шыққан Қаңлы Сарбұқа батыр, кейбір Қытай деректеріне сенсек, шамамен 1660 жылы жекпе-жекте жау қолынан мерт болды. Міне, қазақ елінің тәуелсіздігі мен бостандығы үшін қан төккен қаһарман Қаңлы Сарбұқа батырдың өмірі осылай аяқталады. Батырдың ұрпақтары бүгінде Іле өзенінің екі бетінде, Еңбекші Қазақ ауданының Шелек өңірі мен Кербұлақ ауданында тұрады. Ал біз болсақ, осы Қаңлы Сарбұқа батыр секілді қазақтың ер жүрек батырларының есімін барынша аялап, олардың есімдерін көшелер мен мектептерге, ауылдар мен мекендерге беру арқылы, еске алу мерейтойларын ұйымдастыру арқылы ұмытпауымыз керек. Егер бүгін қазақ халқы өзінің батырларын ұмытса, ертең ұлттық намысынан да айырылуы мүмкін екенін ұмытпағанымыз абзал ағайын. Осы бейнероликті таратыңыздар. Атақты қазақтың сардары
атақты қазақтың қолбасшысы Қаңлы Сарбұқа батыр туралы қазақ елі білуі тиіс.